Болат Ешмұхамедұлы Көмеков, танымал ғалым, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, шығыстанушы, арабтанушы, тарих ғылымдарының докторы, профессор. Ол алғаш рет көне түркі тайпасы, қимақтардың өз мемлекеттік құрылымы, қалалық мәдениеті болғандығын, егін шаруашылығы белгілі деңгейде дамығанын араб, парсы және көне түркі деректері негізінде дәлелдеді. 1970 жылы Ленинградта 9-11 ғасырлардағы қимақ мемлекеті араб дереккөздерінде тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады. Сол кездері 30-дағы қазақ жігіті Ленинградтық әріптестерімен ғылымдағы аға буын өкілдерін өзінің ерекше қарапайымдылығымен, араб тілімен бірге бірнеше шет тілдерін жетік меңгергендігімен мойындатты. 1994 жылы Ресей ғылым академиясының шығыстану институтында 8-13 ғасырлардағы Қыпшақ, Құман және Қимақ тарихына қатысты араб деректер тақырыбында докторлық диссертация қорғады. Академик бүгінде 700-ден астам ғылыми еңбек пен мақалалардың авторы, ғалымның орта ғасырдағы Қазақстан тарихы, Государство Кемаков по арабским источникам, Муди Қаған, Шыңғысхан, Мұхаммед Хайдар Дулат, Байбарыс Сұлтан және тағы да басқа сүбелі еңбектер бар. Болат Ешмұхамедұлы Шоқан Уәлиханов шығармалар жинағының жауапты редакторы, Қазақстан тарихы көптомдығының 1 және 2 томдарының редакторы әрі жетекші авторы болды. Халықаралық Түркістан энциклопедиясын жазуға белсене атсалысты. Стамбулда түрік және ағылшын тілдерінде шығарылған 26 томдық түркі халықтары тарихы энциклопедиясын әзірлеуге қатысты. Ғылым саласында түрлі лауазымды қызметтер атқарған Болат Ешмұхамедұлы 2012 жылдан қазіргі уақытқа дейін Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. Оның басшылығымен құрылған халықаралық қыпшақтану ордасы Мысыр, Сауд Арабиясы, Ливия, Түркия секілді бірқатар елдердегі орта ғасырлық этностар тарихын зерттейтін ғалымдармен тығыз байланыс орнатты. Ғалымның отандық тарих ғылымына сіңірген еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағаланып, 1983 жылы мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды. 1995 жылы Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. 2002 жылы ғылымға сіңірген еңбегі үшін мемлекеттік стипендия иегері атанды. 2003 жылы Болат Ешмұхамедұлына Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академик атағы берілді. Аса құрметті Болат Ешмұхамедұлы, біз Еуразия ұлттық университетінің ғылыми кітапхана ұжымы сізді 80 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің елге жасаған адал қызметіңіз бен төккен теріңіз, ғибратқа толы өміріңіз жас ұрпаққа өшпес өнеге. Сізге ұзақ ғұмыр тілей отырып, шығармашылығыңыз бұдан әріде өрлеп, өрістей береді деп сенеміз.